Жаппасай, нан салма, шымшыма, сан алуан аты бар дәмді тағам дайындаймыз. Майы қызған қазанға майдалап туралған етті салып қуырамыз. Арасында нанын да жайып үлгереміз. Көкөністердің барлығын кішкентай төртбұрыштап кесеміз. Етіміз 10-15 минут қуырылды, енді пияз, сарымсағын саламыз. 1-2 минуттан соң сәбіз, одан кейін картобын салып қуырамыз. Кейіннен бұрышын да ұмытпаймыз. Соңында томат пастасын қосып, суын толтырып құйып, тұзын татып, қара бұрышын сеуіп, қазан астының отын көтеріп, қақпағын жауып, қайнағанға дейін күтеміз. Осы арада жайылған жаймамызға кішкене сұйық май құйып, жағып, оқтауға орап, үстінен бір кесеміз. Одан кейін тағы кесеміз. Тағамның тұзын көреміз. Әдемі жаймаларымызды қайнап тұрған қазанның бетіне әдемі жайғастырамыз. Енді бір қайнағаннан соң астын басын қырап 25 минут пісіреміз. Мінеки уақыт өтті, енді біртіндеп алдымен қамырын жайғастырып аламыз, үстіне етін молырақ саламыз. Тойымды дәмді тағамымыз дайын. Ас болсын ағайын.